Қарызым көп. Қазір жата бергім келеді, ештеңке істегім келмейді. Жатам, содан кейін жатқаным үшін өзімді кінәлаймын. Қарызымды ойласам бір қорқыныш пайда болады. Түбінде бір еліктен ұят болып, бейшара болып қалам деген сияқты түбіндегі нәрсе. И осы қорқыныш келген кезде ештеңке істегім келмейді, прям күшім кетіп қалады деп. Енді не болып жатыр бұл жерде? Жалпы қарыз адамға қарыз қалай пайда болады өмірінде? Адам рухани күйзеліске түскен кезде қарыз көп болады. Рухани күйзелісті айтып өтейінші, не деген сөз? Ол іштегі негативті сезімдер. Мен ренжулімін, өкпелімін, өзімді кінәлаймын. Мен әлі қарыз болғанда до такой степени әке-шешеме қарызбын. Қалай? Мен әке-шешеме бір нәрсе істеген жоқпын, жақсы бала болған жоқпын. Әлі мен қоғамда бір нәрселерді істеген жоқпын, өзімді сол үшін кінәлаймын деген сияқты. Вот осындай нәрселерден туындайды. Немесе мен барыма, қолымда бар нәрсеме риза емеспін. Вроде біреуден кем, біреуден көп, бірақ мен не істеп жатырмын? Біреулермен әлі де салыстырамын өзімді. Вот осындай нәрселердің салдарынан күйзеліс туындайды. Осы күйзеліс кезінде адамда энергия жоғалады. И соответственно адамда ішкі энергия жоғалған кезде адамға ақша келмейді, ақша потоғы тоқтайды. Ол заңдылық уже барлық жерде айтып жатқан нәрсе бұл. Енді не істеймін мен? Біреулерден ақша сұраймын. Мен қазір ақша жетпей жатыр, маған срочно ақша берші. Бірақ мен өзім іштей өзгеріп жатқан жоқпын, ақша потоғы тоқтап тұр. Уақыт өтіп жатыр, тағы да менде бір шығындар пайда болды, тағы да ақша сұраймын. Қарыз көбейіп жатыр. Енді қарыз көбейгеннен кейін қарызда жүк қой адамның ішіндегі. Сол жүк көбейген кезде мен одан ары қарыздан қарызға кіре беремін. Енді осы жерде не істеу керек вообще? На самом деле бұның түпкі проблеманы шешпей, бұл қарыздан шығу қиын. Түпкі проблема деген ең түбінде мен өзімнің құндылығымды сезіне алуым керек. Мен менде ештеңке жоқ кезде де, мен қандай нәрсеге еще не достиг, сол кезде де мен өзімнің құнды екенімді сезіне алмасам, менде бұл проблема тоқтамайды. Енді бұл не деген сөз? Өзім құнды. Сен өмірге келдің ба, сен уже құндысың. Аллах тағала өмірді берді ма? Бәлкім күнәһар болуы мүмкін, бәлкім тағы сондай бір нәрсе істемеген болуы мүмкін, бірақ сонда да Аллах тағала жақсы көреді. Осыны мен мейірімді сезінуім керек. Содан кейін барып өзгере бастайды.